Құрметті жамағат, бүгін қозғайтын тақырыбымыз бір бауырлар өтінген еді. Интернетте тарап жүрген суреттер бар, аяттар бар. Сол аяттарды қалай түсінеміз, хадистерді қалай түсінеміз. Яки қазіргі күнде өздерін сәләфиміз деп немесе вахабиміз деп жүрген бауырлар көбінесе осы аят пен хадистерді таратады екен. Яғни Аллах Тағала аршқа көтерілді, Иса алейхиссаламды Аллах Тағала өзіне көтерді сынды. Немесе Аллах Тағала аспан үстінде ешқашан өлмейді деген хадис Имам Бухари Тарихул Кабир атты кітабында келтірген. Бұл ақпараттардың кейбірлері хадистер, жоқ хадистер, әлсіз хадистер. Енді аяттарға келетін болсақ, біз қалай түсінуіміз керек? Қараңыздар, құрметті бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың кезінде, табиғиндердің кезінде адасқан ағымдар пайда бола бастады. Неліктен? Осындай кейбір аяттарды тікелей түсініп амал қылғаннан. Өйткені олардың көбісі ажам еді. Ажам деген араб емес еді. Олардың көбісі басқа ұлт, басқа тіл. Сондықтан Құранның переводын несін тікелей түсініп, неше түрлі ағымдар, топтар пайда болды. Тікелей түсінгендіктен. Оны мысалы хариджиттер, мушаббихалар. Сондықтан ғалымдар ақида білімін енгізді исламда. Яғни Құран мен сүннетті әркім өзі ойынша түсініп, Аллах Тағаланы әркім өзі ойынша елестетіп кетуі мүмкін да, бәрі тікелей қабыл ала беретін болса аяттарды. Енді жалпы бұл аяттар, құрметті жамағат, ол муташабихат аяттар, тікелей түсінуге болмайтын аяттар. Жаңа айттық қой, Аллах Тағала мысалы жоғарыда екенін меңзейтін аяттар, тікелей түсінуге болмайтын аяттар. Оны біздер тікелей түсіне алмаймыз. Астарлы мағынаны береді. Тікелей емес. Али Имран сүресінде Аллах Тағала 7-ші аятында айтады, аяттар екіге бөлінетіндігін айтады. Үкімі анық аяттар, ашық аяттар және астарлы мағынаны беретін аяттар. Үкімі ашық, анық аяттар намаз оқы деген секілді, ораза ұста деген секілді. Яғни көп мағынаны бермейді, бір мағынаны береді, болды. Түсінікті, ашық. Зинаға жолама. Ал астарлы мағынаны беретін аяттар бар Құранда. Ва ухару муташабихат дейді. Құранда басқа аяттар бар дейді, муташабихат аяттар. Олар муташабих, мағынасы астарлы дейді. Яғни тікелей мағына емес, басқа мағынаны білдіретін. Немесе бірнеше мағынаны білдіретін. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ дейді. Әрі қарай қалай баяндайды Аллах Тағала? Жүрегінде ауру бар, ауытқуы бар адамдар. Олар жаңа Құрандағы анық, үкімі анық аяттарымен емес, бірнеше мағына беретін аяттар, муташабихат аяттарға ереді дейді. Соны қазбалайды дейді. Не үшін? Ибтиға әл-фитна. Бүлік шығару үшін дейді. Оптиға тәуили. Оны елді адастыру үшін өздерінше бұрмалап. Сондықтан құрметті жамағат, бұл біз бұндай аяттарды
қалай түсінуіміз керек? Біріншіден, біз бұл аяттардың тікелей мағынасын алмайтындығын жөнінде айтамыз. Яғни тікелей мағынасын алуға болмайды, тікелей түсінуге болмайды. Мысалы, Аллах Тағала аршқа көтерілді, Иса алейхиссаламды Аллах өзіне көтерді, немесе калимат тайиб, оған калимат тайиб көтеріледі. Осы аяттарды шынымен де переводын қарап тұратын болсақ, Аллах субхана тағала бір аспанда мекені бар секілді. Аллах Тағала аспанда секілді. Және сондай хадистерде бар мысалы. Бірақ біздер ондай аят пен хадистерді қалай түсінуіміз керек? Имам Науави рахимахулла айтады. Бұл Сахих Муслим. Сахих Муслим деген, білесіз, екінші кітап, Бухариден кейінгі кітап. Имам Науави рахимахулла шарықтаған. Имам Науавиді ешбір ғалым жоққа шығармаған, яғни барлық ислам ғұламалары Имам Науавиді рахимахулла мойындайды. Имам Науави рахимахулла Қази Ал-Ияд рахимахулланың сөзін келтіреді. لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم ند. Қази Ияд рахималла не дейді? Бүткіл мұсылмандар дейді, бір ауыздан. Олардың фақихтары, яғни фих ғұламалары, хадис ғұламалары, ақида ғұламалары, және оларға ерушілер, мұқаллидухум, барлық мұсылмандар бір ауыздан келіседі дейді. Не нәрсеге? Аллах Тағаланы аспанда екенін меңзейтін аяттар, мысалы, әминтум ман фис сама секілді. Лейсат аля захириха дейді. Оны тікелей қабылдауға болмайтындығына келіседі дейді. Бәл мутауалатун инда жамиихим, бәлки бүткіл мұсылман үмбеті, ғалымдары тәуил, яғни бұл аяттарды тікелей түсінуге болмайды, астарлы мағынасын мен түсіну керектігін білдіреді. Сондықтан қараңыздар, неге? Ахлі сунна ғалымдары рахимахулла қалай осы аяттарды түсінген? Сондықтан оны тек қана статусқа салып тарата берудің қажеті жоқ. Өйткені сіздер әлі өзіңіз түсінген жоқсыз сол аятты қалай түсіну керектігін. Кей сахабалар Аллахта пайғамбарымыздан сұрайтын болған: "Я Расулалла, мына аят нені білдіреді?" деп. Арабтар, сахабалар, Құран түскен сахабалардың өзі аятты түсінбей жатыр. Сіз қалай әлі дұрыс түсінген жоқсыз, біреуге тарата саласыз. Міне келді, Құранда переводын аша салдыңыз, мә, Құранда былай тұр деп. Жоқ, субханалла, ахлю сунна уәл жамаат, бүткіл ғалымдары иджмаан дейді, бір ауыздан келісті, оны тікелей түсінуге қабылдауға болмайды. Тұр ғой, міне Алла аспанда екен, болды аспанда. Мысалы, Сахих Муслимде хадис бар. Сахих хадис. Кім маған қарай жүреді, мен оған қарай жүгіремін дейді. Кім айтады? Аллах Тағала айтады. Бір отырыста бір бауырымызбен, сәләфизм жолын ұстанатын бір бауырымызбен осы хадисті айтып едім: сен тікелей түсінуге мастерсің ғой. Ал тікелей түсін бұны. Қалай түсіндіресің? Түсіндірші маған. Ол қараш ақиданы оқымаған. Ақида деген білімді зерттемеген. Не екен ақида түсінбейді шыны керек. Альхамдулилля, біздің ғалымдар тек ақида емес, грамматиканың өзін зерттеп тастаған ғой, грамматиканың өзін. Өзін ойлаңыздар.
егер грамматика болмағанда, грамматика пәні болмағанда, не болатын еді? Араб тілі бұзылатын еді. Құранды әркім басқаша түсінетін еді. Сондықтан ғалымдар грамматиканы ойлап тапты. Ереже, тіл ережесі. Сахабалар қалай қолданды, ережелер, арабтар қалай қолданды, солай түсіну керектігін. Сол секілді ақидада да ереже бар. Сен келінді кітапты аштың да еміне тікелей. Енді жүгіреді ма десем, Аллах Тағала білмеймін дейді. Астағфиралла, бұл білмеймін деген жауап деген дұрыс емес жауап. Көрдің ба, бұлар ғалымдардың сөзіне сүйенуді, солардың сөзін ақтарып, соларға жүгінуді өзіне намыс көре ме, ар көре ме? Неге қаншама ғалымдар бар? 14 ғасыр болды ғой Құран түскеніне. Том тәфсірлер бар. Міне Ибн Касир тәфсірінің өзі 4 том. Мынау тек 1-4 томдық кітап. 1000 том тәфсірлер бар ғой. Соны қарасайшы, Аллах Тағала бұл аятта неме деп тұр? Ол ғалымдар біледі ғой. Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама деп Аллах та Құранда айтып жатыр ғой. Алладан нағыз қорқатындар олар ғалымдар дейді. Сен жүгінсейші, қарасайшы, ғалымдар не деп жатыр? Бұл хадисті келтірдің ба? Астына ғалымдар не деп айтқанын келтірсейші. Тікелей келтіре салмай, мәсаған деп. Өзі әлі ақидан дұрыс түсінбеген, бірақ оның ережесі былай. Не келді, соны тікелей қабылдай берем, болды. Діннен шығып кетеді күннен бір күні. Ол адам діннен шығып кетеді. Алланы жүгіреді деп айтса, діннен шығып кетеді. Біреу алдында звондайды, субханалла, еламан, мен деген неден бір мешіттен көріп қалдым. Хадисті қарап басам, Аллах Тағаланың 2 қолы бар екен, екеуі де 10 жақта деп тұр дейді. Қай кітап десем, Термизиді келтіреді. Термизи деген кітапта бар. Бар ғой, сендер неге бұны айтпайсыңдар дейді. Сосын мен айттым, сол Термизи дұрыстап қара дедім. Мынандай хадис табасың сол кітаптан. 7-ші қабат жердің астында не бар деп сұрайды Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, 7-ші қабат жердің астынан арқан жіпті лақтырсаң, Аллаға барып түседі дейді. Бұл хадисті қалай түсінесіз? Сонда Аллах Тағала жердің астында деген сөз ба? 7-ші қабат жерге арқан жіпті бүйтіп лақтыратын болсаң, Аллаға барып түседі дейді. Сен қалай түсінесің? Үндемей қалды. Айтам, субхана, таста оны нәрселерді. Ондай айтты ғой, Құранда айтты ғой, Әл Имран сүресінің 7-ші аятын ашып қараңдаршы, жүрегінде ауруы, ауытқуы бар, проблемасы бар адамдар сондай аяттарды қазбалайды дейді. Дәретке қатысты аятты білмейді. Бірақ Алланың көзі бар, қолы бар, аспанда, аршта деген аятты жаттап алады да. Соны жатқа біледі. Бетті жуу туралы аят бар ма десең, білмейді қандай аят екен. Бірақ Алла аспанда деген аят, Алланың қолы бар, тағы да басқа аят, жаңағыдай фитна туғызатын аяттардың барлығын жатқа біледі. Жоқ қоймай соны таратады. Құрметті бауырлар, егер ол бауырлар бір нәрсені толық зерттейтін болса, олай асығыс шешім қабылдамайтын еді. Қараңыздар, бір нәрсені түсіну үшін толық сөйлемді оқып шығуымыз керек. Мысалы, бүгін Құрманғазы ауданында жаңбыр жауды. Бүгін Құрманғазы ауданында десек, ары қарай оқымасақ не болады? Түсініксіз болады да. Дәл секілді олар толық бір нәрсені зерттемейді, тек бір нәрсені көрді ме, болды. Әрі қарай толық яғни қарамайды да. Мысалы мына хадисте, Сахи Муслимде, Аллах Тағаланың айын Алла қайда деп сұраған кезде не дейді? Фис сама дейді, аспанда дейді. Осы хадиске жүгінетін болсақ, Аллах Тағала қайда деп тұр? Аспанда деп түсінеміз, солай ма? Тікелей қабылдайтын болсақ, ешқандай ғалымға сүйенбей қойып, ешқандай тәфсір шарқа қарамай қойып, хадистің өзін түсінейік. Алла аспанда деп түсінеміз, Енді қараңыздар. Мынау Сахих Муслим. Сахих Бухари. Сахих Бухариде не дейді?
حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتخمن أحد قبل وجهه дейді пайғамбар салам айтады сахих Бухариде, сендер намазда тұрғанда дейді Аллах Тағала сендердің алдарында тұрады дейді. Қибала уачхи. Намазда тұрғанда Аллах Тағала сендердің алдарында тұрады дейді. Сондықтан қыблаға қарап түкірмеңдер дейді. Басқа осы дәл осы жерде Аллах сені мен қыбланың арасында дейді. Егер біз толық хадиспен жүретін болсақ, тек қана хадис еститін болсақ, онда мынаны қалай түсінеміз, мынаны да солай түсіну керек. Яғни мынаны оқып алып біз Алланың аспанда екенін түсініп қалдық та. Алла аспанда екен ғой. Мынаны оқып алып Аллах Тағала мына жақта екенін түсінеміз ба сонда біз? Олай түсінбейміз ғой. Ешкім олай түсінбейді да. Яғни бірақ хадисте келіп тұр, Аллах қайда дегенде қибала уачхик дейді. Сенің жүзіңнің алдында дейді. Біреу Алла қайда деп сұраса, мына жерде деп айта аламыз ба? Неге айта алмаймыз? Хадис бар ғой. Сондықтан бізге не керек? Ақида білімі керек та. Бұл хадистерді түсіндіретін кімдер керек? Ғалымдар керек. Ал ғалымдар не дейді? Ғалымдар бұл хадистер муташабихат, астарлы мағынаны білдіретін хадистер. Сондықтан тікелей түсінбейміз оны, астарлы мағынасын түсіну керек. Яғни осы аяттардан Аллах Тағала мекен бере алмаймыз. Өйткені Аллах Субхана Тағала мекеннен бұрын болды. Мекен болмаса да Аллах Тағала болады. Егер біз Аллах Субхана Тағала аспанда деп шектеп қойтын болсақ, мысалы, қараңыздар. Егер Аллах Тағала аспанда делік, астағфиралла, олай айтпаймыз, бірақ сөйтіп айтатын болсақ, Аллах Тағала Әнбия сүресінің 104-ші аятын қараңдар. Әнбия сүресі 104-ші аят. Аллах қайда? Олардан сұрасан, сәләфизммен жүретіндерден сұрасан, Аллах қайда дейсің? Аспанда дейді. Онда мына 104-ші аятты көрсетіңіз. Әнбия сүресі 104-ші аят. Яума натуш самаа катайи сиджилли лил кутуб. Күндердің күнінде жазу жазылған парақтардың шиыршықталып бүктелгеніндей аспанды бүктейміз. Сонда оның һәм ондағы нәрселердің ізі де қалмайды. Қияметте аспан бола ма? Аспанды бүктеп аламыз дейді. Ізі қалмайтындай дейді да, переводында. Сонда аспан жоқ болып кетсе, Аллах Тағала қайда болады? Сондай түсініспештікке қалмас үшін бүткіл көрме ғалымдар бәрін зерттейді, мынаны зерттейді, мынаны зерттейді, мынаны зерттейді, мынаны зерттейді. Сосын барып бір точкасын қояды. Яғни Алла Субхана Тағаланы ешқандай мекенге, бағытқа қатыстырмаймыз. Алла Субхана Тағала мекенге мұқтаж емес дейміз. Болды. Сөйтіп айтқанда ғана проблема шешіледі. Егер біз мекен іздейтін болсақ, Алла қайда екен деп, онда жаңағыдай біреу аспанда дейді, біреу қыбланың жағында дейді. Сондықтан ал енді мына аяттарды көбісі жаңа сәләфизм бауыр жүретін жігіттер ойлайды, олар сахабалардың ақидасын ұстанып жүр деп. Көбісі ойлайды, мен сахаба табигиндердің жолында жүрмін. Абу Ханифаның ақидасы осындай болған. Жаңа Алла аршта деп, немесе Алла аспанда деп, Алланың затын сонда орнатып қойған, Көбісі солай ойлайды. Бірақ негізінде өте қатты қателеседі. 310 хижри жыл бойынша кімдердің өмір сүрген уақыты? Айтыңдаршы. 310 хижри. Сол уақыттағы ғалымдар салафтарға жата ма? Яғни салаф солихин, ізгі сахабаларға жақын өмір сүрген адамдарға жата ма? Жатады. Ибн Жарир ат-Табари
Ибн Жарир ат-Табари деген ғалым болған. Сол уақытта 310 жылы қайтыс болған, ойлаңыздар. Мен қазір имам Матуридидің сөзін келтірмей ақ қояйын. Жақсы, имам Матуриди сәл одан кейінірек өмір сүрген. Имам Тахауидің сөзін келтірмей ақ қояйын. Жақсы, Ибн Касир, имам Науави, Ибн Хаджар ас-Асқалани, тағы да басқалар бергіректегілер деп қабылдамай қалады да. Жақсы, Ибн Жарир ат-Табариді қабылдамайтын ешкім жоқ, бәрі қабылдайды оны. Ол Алла жоғары дегенде қалай түсіндіреді білесіздер ме? Жаңағы сәләфизмде жүргендер секілді емес. Яғни Алланың бір мекені бар, аспанда бір жерде сияқты. Аятул Курсиде Алла алиюл азим деген аят бар. Алла жоғары, азим, бәрінен үстем, ұлы деген. Бәрін білесіздер бұл аятты. Енді имам Табари осыған түсіндірме жасайды. Әл-Али, жоғары деген қалай түсінеміз? Әл-Алию би қудратихи дейді. Өзінің құдіретімен жоғары дейді. Затымен емес. Аллах Тағаланың заты анау бір жақта аспанда деген нәрсе емес. Алла құдіретімен жоғары, яғни оның құдіреті жоғары деген сөз. Бақара сүресінде имам Табари не дейді? Құл улуа мулки ва султанин истава алал арш истава иля саманы сипаттағанда сен айт дейді. Құл улуа мулки, яғни жоғары деген Аллах Тағаланың билігінің жоғары, сұлтандығының жоғары болуы дейді. Өзінен емес. Өзінен емес, сұлтандығы жоғары, билігі жоғары деген. Мысалы қара, халық үкіметке наразы болғанда не дейді? Шағымданған кезде. Мынау жоғарыдағылар қайда қарап отыр дейді да? Солай ма? Жоғарыдағылар дегенде аспандағыларды айтып тұр ма? Біздің қазақ тілінде де бар ондай астарлы мағынаны білдіретін. Менің ағам жоғарылап кетті деп мақтанады да, әкім болып кеткенде. Аспанға ұшып кетті дей ма сонда? Яғни дәрежесі, билігі жоғарылады оның. Жоғарыдағылар қайда қарап отыр деген, билік басындағылар қайда қарап отыр деген. Ал біз қазақтар жоғары деп айтқан кезде міндетті түрде 5-ші дәрежеде тұру керек, немесе бәйтеректе тұру керек деген нәрсе білдірмейді ғой. Сол секілді арабтарда да сондай нәрсе бар. Бұны кім айтып жатыр? Имам ат-Табари айтып жатыр. Шымкентте сол бір бауырлармен арамызда диспут болды, мұназара кішкене. Сол Матуридилер сендер философия миыларына саласыңдар, ақылға саласыңдар. Жақсы, мен Матуридиді айтпай қойын, басқасын айтпай қойын, жақсы болады. Табиғиндердің өмірінде сүрген ғалымдардың айтайын сол. Енді сол жаңағы имам Табаридің сөзін келтірейін десең, жоқ, келтірмей ақ қой. Болмайды, келтірмей ақ қой. Неге? Өйткені салаф салихин, сол уақыттағы ғалымдар, ешкім Аллах Тағаланы бір мекенге, бір нәрсеге шектеп қоймаған. Түсінікті? Сондықтан түк етері, құрметті жамаат, біз Алла Субхана Тағаланың сипатына келген кезде жоғары деп оны мойындаймыз. Аллах Субхана Тағала жоғары. Жаңағы аяттар, таратып жүрген аяттардан біз нені ұғамыз? Алланың жоғары екенін ұғамыз. Бірақ жоғары деген ол бір нәрсенің үстінде деген нәрсе емес. Жоғары деген ол билігінің жоғары болуы, құдіретінің жоғары болуы. Аллах Тағала жақын деген кезде біз мына жерде деген сөз меңдемейміз ғой, Аллах Тағала сендермен бірге деп айтамыз, Ол біз түсінбейміз ғой, Алла менімен бірге дегенде менің қасымда деп. Мына жерде тұр деген нәрсені меңзейміз ғой, Алланың мейірімі менімен бірге дегенді меңзейміз. Сол секілді Алланың жоғары екенінен біз Аллаға бір мекенді меңземейміз. Сондықтан, құрметті бауырлар, бір нәрсені көрерде, таратарда оны төбегейлі зерттеу керек та. Абу Бакр айтты дейді, Алла аспанда тірі деп, не дейді. Соны қоймай таратып жүрді. Абу Бакр радиаллаху анху, Аллах Тағала аспанда тірі деп айтты деп. Солардан сұраңдаршы, осының иснадын әкеп берсінші деп. Еш қайсысы әкеп бере алмайды.
ешқайсы әкеліп бере алмайды. Олардан дәлел сұрасаң әкеліп бере алмайды, тек таратуды ғана біледі мастер. Дәлел сұрасаң болды, 1 жыл көрмейсің оны. Сахих Бухариде Абу Бакр радиаллаху анху айтқаны бар, бірақ аспанда деп айтқаны жоқ ондай. Оны қайдан шығарсыздар? Сондықтан, түсінемін, сіздер бір жолды ұстанып жүрсіздер. Сәләфизм деген бір масхаб, жақында пайда болған. Бірақ енді сол өзімнің масхабымды қуаттау үшін өтірікке дейін баруға болмайды ғой жігіттер. Сол өзінің масхабын дұрыстау үшін тіпті олар не істейді? Жерді тегіс қылып жіберген. Яғни жер дөңгелек демейді, тегіс дейді. Неге? Өйткені жер дөңгелек болса, біз былай көрсетеміз да, Алла аспанда анда деп. Ал біздің астымызда Америка болса, олар сонда бүйтіп былай болып кетеді да. Сондықтан өздерінің масхабтарын қуаттау үшін жерді де тегіс қылып тастаған ғой бүйтіп. Яғни теп тегіс, дөңгелек емес. Сондықтан өзің масхабыңды жақсы қуаттайсыз, бірақ өтірік нәрселермен емес, факт, сахих, дұрыс нәрселермен. Әшейінде мешітке келіп, мысалы, жігіттер амин деп барып айқайлайды, рофқул ядайн жасайды, қайта-қайта қолын көтеріп, мен сахих хадиспен жүремін да. Енді жүрсейші, сол ақидаға да байланысты сахих хадиспен жүрсейші, неге өтірік таратасыздар? Неге? Сондықтан құрметті жамағат, иннама яхшаллаха мин ибадихил улама. Алладан қатты қорқатындар ғалымдар. Ғалымдарға сүйенейікші, ғалымдарға. Тәфсір, Ибн Касир тәфсір болсын, Бухаридың тәфсірлері, көп қой ғалымдар. Соның тәфсірмен қарайықшы. Қанша тәфсір бар, жаңа аятты, мен айтқан аяттарды, жаңа таратып жүрген аяттарды қараңыздар. Түсінесіздер, ғалымдар бұл мәселеде жеңіл айта салмаған, міне. Қалай келді, солай қабылдаса алып өтті. Ва ахирдан алхамдулиллахи раббил аламин.